Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мани қосылған жеті шелпек дайындайтын боламыз. Ол үшін ашытқы, қант, тұз үшеуін жақсылап араластырып, оған 100 грамм мани қосып, және де ұн қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, осылайша біздің жұмсақ қамырымыз дайын болып қалды. Енді бөлек ыдысқа аздап май құйып, қамырымызды сол ыдысқа салып, бетін жауып, бірер сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Аптаның әрбір жұма күнінде қазақ халқында әрбір шаңырақта 7 шелпек пісіріледі. 7 шелпек қазақ халқының дәстүрінің біріне айналғандай. Мінекей достар, біздің 7 шелпегіміз пісірілетін қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны 7 бөлікке бөліп, бетін жауып 10 минутқа қоятын боламыз. Он минуттан соң әрбір қамырымызды қолдың көмегімен жайып бастаймыз. Оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Және қамыр жайып бастаған кезде табамызға май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған табаға шелпектерімізді салып пісіре бастаймыз. Шелпекті салғаннан кейін отты баяу, яғни орташа отта қойыңыздар. Сол кезде біздің шелпектеріміз әдемі болып піседі. Мінекей достар, біздің шелпектеріміз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ ас болсын.